Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай керемет самсаны түрлендіру мақсатында мынадай керемет жульен самсасын жасап көрсеткім бар. Сіздер жасадыңыздар ма, жасамадыңыздар ма? Әлеуметтік желіде өте күшті жасалып жатыр, қыздар, жігіттер. Сондықтан сіздермен біз қазір жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Үйдегі бар тағамдар болады, тек қана қозы құйрық сатып аласыз. Болды. Кетті. Міне мынау пиязды майдалап турап қойдық. Енді мынау қозы құйрықтың шампиньон деген түрін турап жатырмыз. Бұл француздан келген тағамның түрі екен. Французда жульен деген сөз бар екен. Ол жульен деген сөз мына тауықтың еті мен қозы құйрықтың араласқан түрінен жасалатын тамақты жульен деп атайды екен ертеде. Қазір мағынасы өзгеріп кетіпті. Міне осылай турай беріңіз. Міне мына тауықтың етін, тауықтың сүйексіз төс етін алыңыз, онда майдалап турау керек екен. Міне мынау жайып алдық, әдемілеп қамырды. Сосын мынау линейканың көмегімен мынау 8 сантиметр енін жасап алдық. Ені 8 сантиметр. Біз мынау қағазды бұны 9 сантиметр кесіп алдық. Енді мынандай құрылғымен күшімен енді бұны қорғауымыз керек. Бұның өзінің қалбы болады екен. Бұл қалбы бізде жоқ. Сондықтан біз қазір қалыпсыз-ақ осындай қалып жасаймыз. Енді көріңіз, бұл ең қызық жері бұл. Міне, енді осы жерін әдемілеп жапсыруымыз керек. Сосын мынау табанын жапсыруымыз керек. Міне қараңыз, табанын жапсырыңыз. Әдемілеп. Міне мынандай жапсырып алдық па? Енді бізге мынау қара күнжіт, сосын мынау ақ күнжіт. Қалаған күнжітке салып орай берсеңіз болады. Ол үшін бізге мынау жұмыртқаның сарысы керек. Әдемілеп жұмыртқаның сарысына майлап алыңыз. Бұл самсаның ең қызық жері. Ең жақсы кезеңі бұл. Енді осыған мына ақ күнжітті саласыз ба? Жоқ, жартылай қара күнжіт саласыз ба? Өзіңіз білесіз. Мен әзірге ақ күнжіт салып жатырмын. Міне, енді осыны осылай мынау духовка баратын ыдысыңызға салыңыз. Міне, келесі. Міне бәрін орналастырып қойдық. Осы кезде духовка пешіңіз қыздар болып тұру керек. Қазір духовка пешке барады. Міне 30 минут тұрды духовкада. Ішінде қағазын алып тастап жатырмыз. Қараңыз қандай әдемі піскен. Міне мына бетіне салынатын ірімшік, сиыр дейді ғой. Осыны күштен өткізіп алыңыз. Міне қозы құйрықты пияз екеуін қуырып жатырмыз. Жерге қалаған дәмдеуіштеріңіздің бәрін салыңыз. Өзіңіз қандай қалайсыз, солай. Енді мына тауықтың еті қосып қуырыңыз. Бұл кішкентай су шығады. Сосын су қатылады сосын.
90 минуттан кейін су тартылған кезде жаңа сливки дейді ғой, хлебіне қосып жібереміз. Міне су тартылды. Қойып атқанымызға 10 минуттан асты. Енді мына сливканы көбеюі керек. Керемет тағам болады ғой бұл. Жульенді салу керек, жульенді. Қозы құйрықпен тауықтың еті қосылған тағамды жульен деп атайды екен. Содан жульен самса болып кеткен ғой. Міне енді мына ірімшікті салуымыз керек та. Духовкада тағы да бір 2-3 минут тұрады. Осы ірімшік сыр ерігенше. Міне духовкада 2 минут тұрды. Қараңыз, енді көркемдеп жатырмыз. Дастарханға әкелген кезде сәндік көркемдікте көп рөл атқарады. Міне қараңыз, қандай керемет тағам болды. Міне жульен самсасын әлеуметтік желіде хит болып атқан бізде жасап көрдік. Көріңіз, менің осы әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Сіздер жасадыңыз ба бір жульен самсасын? Жасамасаңыздар, жасап көріңіздер. Жасасаңыздар, қалай шығып жатыр? Оны да айтыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.